Қалайсыңдар? Бүгін 64-ші күн. Бүгін айтатын ой, айтпақшы мен бостандыққа шыққым көрдіңдер ма? Адам болдым шамалы, хомо сапиенс болдым. Мына шамалы шаш әдемі болады. Бұйырса шамалы өсіру керек, қайыру керек былай. Футболка шешіп, нетіп киіп, не болып қалды, білініп қалды шамалы. В общем, бүгін айтатын нәрсе, сенің табысың деңгей 3-ке бөлінеді дейді. Біріншісі 0 мен 0 теңгемен 500 мың теңгенің арасында табыс табу үшін сен не істеу керексің? Бірінші продавай дейді. Яғни алып сату, бірдеңелерді сату деген сияқты нәрсемен айналысасың. AirPods барахолден алып сату деген сияқты. Ол 0 мен 500 мың теңгенің арасында сен табыс табасың. Потом келесі деңгейі бірінші продавай болды ғой. Екінші сен қаржылық неде тағы да өсу үшін ол создавай. Яғни сен продукт өндіру керексің. Бір сен цехта бірдеңе істеу керексің. Астабақ болу үшін бірдеңе сен өндіріп сату керексің. Яғни өндіріс болу керек. Сол кезде ол не нәрсе? Өндіріп өзісін істейсің, соны сатасың. Ол бізде міне создавай деген болады. Енді создавайдың табыс көзі примерно 500 мыңнан миллион жарымға дейін, 3 миллионға дейін. Біріншісі 0 мен 500 мыңға дейін, ол продавай. 500 мыңнан 3 миллионға дейін, ол создавай. Енді одан да көп табу керек болады ғой. Одан да көп тапқың келеді ғой. Ол кезде келесі пункт қандай? Управляй. Яғни сен басқару керексің бір нәрсені. Сенің командаң болу керек, сен оны басқару керексің. Яғни сен сол продажа кезінде оны араласпау керексің оған. Сен оларды яғни басқару керексің. Басқарған кезде сен больше табасың. И осындай 3 этапты мен естігеннен кейін прям түсіндім. Көп жұмыс істеу, қайтып повторяем, көп жұмыс істеу это көп ақша емес. Сен просто біріншісінде айтып тұрсың, бірінші сат деп тұр, продавай. Екіншісі создавай, үшіншісі управляй. Если сен управлять етсең, сен больше табасың. Бүгінгі инсайт осы, толық ашайын десем, мен де қазір зерттеп жатырмын. Но толық ашудың да қажеті жоқ, потому что анық болып тұр да. Біріншісінде сен көп өзің просто перепродажымен сен көп ақша таппайсың. Ну табу мүмкінсің, типа машиналарды пақтап перепродажа сатсаң, табу мүмкінсің нормально. Но сен келесі деңгейің бар да, создавай. Допустим, сен машина өндіріп сатсаң, сен больше заработаешь по-любому, если былай айтсаң. И сол сияқты әр нәрсенің өзінің деңгейі болады. И осы деңгейлердің барлығын өтіп шыққаннан кейін сен 3-ші деңгейге тек қана тез жету керексің, потому тез емес. Әркімнің өзінің уақыты әртүрлі ғой, но соған надо стараться, чтобы сенің командаң бол, сен управлять етсің. Сен біреудің қол астында сен жұмыс істеп жүру керек емессің. Соны ойланыңдар. Бүгінгі ой салайын солай, өздерің анализ жасап көріңдер, шынымен солай ма, солай емес па деген сияқты. 64-ші күн. Давай. I found myself in the fire-burned hills and the land